Рахмет. Енді тақ қояды. Өткенде бір аппаратты күйдірді дейсіз. Үйге күлетіндей бар. Мектепте менде оқып жүргенде, мектепте оқып жүргенде. Мен мұғалімдерім ойламаған мені. Сахнаға шығып, өзінше әртіс болып, деп, бірдеңелерді істеп кетеді. Ешқашан ойламаған олар мені. Өйткені біздің мектепте мынандай болатын, біздің мұғалімдердің тапсырмасы күшті болатын. Өздері білетін, мына баланың болашағы бар, ертең жоғары деңгейде жүреді. Мына бала чуть-чуть онша емес, ауылда күріш егеді деп. Өздерінің әңгімесін айтып жүретін. Мұғалімдер мынандай деген, сабақта мұғалімдер, оқушылар жақсы оқу үшін неше түрлі айлы амалдарды қолданып, балдарды оқуға деген аппетиттерін оятатын түгін деп айтайшы. Сол ата-аналардың өзі де мен балам оқытап, балам мынандай болып жүрсін, балам мынандай болып жүрсін деп, олар да жанталап жұмыс істейтін. Өйткені мектептің қабырғасына неше түрлі суреттер іліп қоятын. Біз ауылда өзім оқыған мектепте айтатым. Мысалы, үлкен бір самолеттің суреті тұрады. Самолеттің суреті. Ол самолеттің үстінде мектепті жақсы оқитын, 5-ке оқитын, ешқандай 4-2 дегенді алмайтын, сабақтан ешқашан қалмайтын мықты оқушылар отырады самолеттің үстінде. Өйткені олар биікте жүр деп. Онан төменірек пойыздың суреті тұратын. Ол пойыздың үстінде 4 пен 5-ке оқитындар. 4-і барлар. Солар отыратын түгін. Ой, мен балам деген пойыздың үстінде келе жатыр екен. Ой, молодец. Енді болса әдебиеттегі 4 деген бағасын жойса, менің балам самолетке мінеді деп, самолеттен брон жасап қоятын өздерінше. Одан төменірек түссең автобустың суреті тұратын. Автобустың ішінде 3-ке, 4-ке оқитын адамдар тұрады. Оқитын балдар тұрады сол жерде. Бәрі, ойбай, мен балам автобустың ішінде жүр, оған да шүкір деп мәз болып отыратын. Ал онан төменірек түссең тасбақаның суреті тұрады. Ода сабағын оқымайтын, бірыңғай екілік алған 2 кір қожалақ болып, лай, лас сабаққа аптасына келсе келді, келмесе ол да жоқ. Сондай балдар отыратын. Менің орным сол болды мысалға. 1-ші класстан кейін 11-ші классқа шейін мен тек тасбақаның үстінде отырдым. Сосын ғой мен мұғалімдермен күлет шығар деп жатқаным. Анау тасбақаның үстінде отырмын деп ұялмайтын түгім мен. Етің үйреніп кеткен ғой, бір тақта отырған сияқты отырасың. Ешкімді мінгізбеймін оған ешкіммен. Біреулер кіріп жатса кет бар, автобусқа мін, болмаса самолетке мін деп қуып жіберетін түгім оларды. Мен өзім үйреніп қалған адамдарым отыратын қасында. Қасында классымдағы Дәурен отырады. Аяғында Әкімжан, Руслан. Осы класстың бүкіл жігіттер қанша жігіт бар, сол бәріміз отыратынбыз соның үстінде. Сосын айына бір рет ата-аналар жиналысы болады. Сол кезде ата-аналар келіп, мектептің қабырғасына қарап, бүйтіп іздеп жүретін. Ой, мен балам, ойбай, самолеттің үстінде жүр екен ғой. Ой, бәрекелді. Біреуді келіп атады. Ойбай, біздің бала пойызбен келе жатыр екен. Ой, ол да жақсы. Ой, ана тасбақада отқандарға қарағанда шүкір ғой деп өзі. Сосын біздің мама келеді жиналысқа. Тым эмоция болмайды ол кісінің өзінде. Отыз қасында отқандар сұрап алыңыздар, сенбесеңіздер. Бүйтіп келеді, мектепке мама келеді. Біздің бала әр тасбақаның үстінде отыр екен ғой. Мені аямайды, ол тасбақаны аяп атады, белін сындыратын болды адамның деп. Бір күні осындай жиналыс болды біздің мектепте. Үлкен бір жиналыс болды. Бір керемет жиналыс. Бәріміз отырып, ата-аналар жиналыс болды. Мамам келе алмай қалды да, орнына папам келді. Біздің папаның мектепке кіргенін көрсең, енді мен самолеттің ішінде отыр деп ойлаған шығар ол. Өйткені мамам айтқан, баланың самолеттің бір ананың ішінде суреттер сол, оны тауып ал деп. Мама мектеп кіріп жатыр. Папым кіріп жатыр. Мектептің директоры сияқты дейді, мұғалімдермен амандасады. Бүйтіп келді да самолетке қарайды ғой өзінше болып. Жоқ самолеттің ішінде. Ой, біздің бала самолеттің үстінде жоқ қой. Бірақ мен мінбеген самолетқа бұл қайдан мінсін? Пойыздың ішінен іздейді. 1-ші вагонға қарайды. Жоқ пойыздың ішінде. 13 вагонның бәрін іздеп шығады. Таппайды мені. Болмағасын тепловоздың бар, машинистерден сұрады. Қанат бар ма деп. Олар айтады, қанат төбеде или болмаса төменде. Сол төменде, өйткені төбеге шыққанын көрген жоқпыз деп. Онда ол автобустың ішінде отқан шығар деп автобусқа келеді. Ода жоқ. Бұл қаяқта сонда деп тасбақа қарайды. Тасбақа қараған кезде папаның түрін көрсеңіздер. Төбесі бұлт болып жатыр бүйтіп. Жаңбыр жауайын деп тұр. Бүйтіп қызарып, бір андай көк цветті қосып, фиолетовый бір цветтер болады ғой. Сондай болып кетті ана жерде. Қанат деген дауыс шықты. Шошып кеттім, папам бір жері қанап қалды ма деп қасына жетіп бардым бар. Ау папа десем, не істеп жүрсің ау? Өзіңдей Сәрсенғалидің баласын қарашы. Самолетте отыр. Ананы қара, пойыз отыр деп. Қаншама оқушылардың өзінше позорым шығарды мен. Мәссаған, қорқып кеттім. Папа дедім, не айқайлап жатсыз деп ашуланып қалдым ана жерде. Өзің мүмкін көрмегенсің ғой ол техниканың біреуіне не ағыл деп айқайлап жатсың ба? Әйтеуір жаяу жүрген жоқпыз. Тасбақаның өзі әйтеуір жүреді. Баратын жерімізге сонымен жетіп жатыр. Енді адамның неге позорын шығарасың сен деп. Ұрысып кетіп қалды ана жерде.
мысалы мен енді кілең тасбақаның үстінде отыратын біздің класстың оқушылары барлығы мектептің артқы партасында отырады, класстың артқы партасында отырамыз бәріміз. Өйткені дым білмейміз біз. Тек алдың қатарда самолет, пойыз, автобустың адамдар отырады. Сол бір кезде отырасың, мұғалімдер сұрақ қойып жатады, сабақ өтіп жатады, миыңа ештеңе кіріп шықпайды ана жерде. Менің қиналған сабағым математика болды. Не деген қиын сабақ дейді, мынандай сұрақтар болып жатады, мен түсінбеймін. Бүйтеді, Асанда 2 алма, Әминада 3 алма, Ерланда 1 алма. Сонда үшеуінің қолын алманы қосқанда неше алма дейді. Мә, алмасын ештеп, мен айдалада алма жегім келіп отырады ана жерде. Не алманы айтып жатыр мыналар деп. Екінші біреу айтады, төртеу деп жаңа пойыздың ішіндегілер жауап беріп жатады. Сосын біреу отырады ана жерден. Апай сұрақ қойып жатады. Мысалға дейді, Әминаның қолында 2 алма болса, Асанда 1 алма. Асанның алмасын алып, Әминаға берсек, Әминадан неше алма дегенде, ана арада Асан жылап жатады. Менің алмам неге Әминаға бересіңдер деп. Ана мысал деген түсініп жатқан жоқ енді. Мен енді мектепте мұғалімдердің айтқанынан енді до того тупой емеспін енді, бірақ енді есімде қалғанын айтып беріп жатырмын сіздерге. Бізде мынандай сұрақтар қоятын тұғын. Бүйтеді. А пунктінен шыққан пойыз Б пунктіне жол тартты. Б пунктіне жол тартты. Вагонның ішінде 50 адам отыр. Б пунктіне жеткенде 70 адам түсті. Сонда жол серік қанша пайда тапты дейді. Мен деген кәдім. Пойыз не ағып жүрді класстың ішінде деп. Миым ашып анарада. Дәуренге қарасам, Дәурен Давин есіме құлақ баған уже не болып жатыр деп. Енді қазір бұл сол кездің есептері да. Енді бұрынғының қазір бұрында әйтеуір А, Б деп соны шығарсақ шығармасақ қоямыз ғой. Қазіргі есептерді көрсеңіздер сіздер. Мәссаған адам шошиды. Мен үйде 4-ші класс оқитын інім бар. Өткенде үйге кірдім мен. Бүкіл әулетіміз жиналып отыр. Мен бірінші есеп шығарып отқан білмеймін. Шеміш шағып отқан шығар деп жаймен қастарына бардым мен. Шеміш шағып отқан шығар. Жоқ. Бірдеңені 1-ге 1, 2, 6, не айтып жатыр түсінбеймін. Ана жерде тек мен көріп тұрған жоқлар. Духым ғана жүр ана жерде. Не болып жатыр нарада деп. Бір кезде папа орнынан тұрды да, бүйтіп айтты, мен енді деді, ренжімеңдер тұрайын. Мен негізі математикаға жоқпын. Асан Қайғы, Құрманғазының өмірбаяны келіп айтыңдар, мен әдебиетке жақсымын деп папам кетіп қалды. Соны тұрды қалды, мама тұрды да, ойбай, мен ана шалдың шайын берейін, сендер өзің шығара беріңдер. Ол сылтау айтып кетіп қалды ана жерден. Соны әйелім тұрды да, ана кемпір шалдың өзін мен шай қойып ішкен ұят болар, мен отырғанда мен қойып берейін деп, ол кетіп қалды. Бір кезде екі құдамыз бен құдағайымыз отқан тұғын. Олар тұрды да, айна кеш уақыт болып қалыпты, сағат неше болды екен? Сағаттарың қаяқта деп, бөлмені аралап кетті олар, пысылдап ұрады. Сағат қаяқта деп. Қасында әжем отыр. Әжем ми ашып отыр, неғып отқанын білмейді. Не болып жатыр екен деп, жаймен қастарына жақындасып, әжем тұрды да, 4 алма деді, әпшөн жоқ. Әже 4 алмасын естесем, 4 алма жауабы дейді. Сөйтсем мен ана 94-ші жыл оқығандағы мектепте берген тапсырманы ең шығарып беріп отыр ана жерде. 4 алма дейді. Қой, әже сенің 4 алмаң жоқ қазір, бұл жақта басқа бірдеңе болып жатыр. Інімнің дәптерін алдым бүйтіп. Беш мен шығарып берейін деп. Ініме қарасам бір андай бір көздер болады ғой, бір түрлі необычный көздер болады ғой. Мейірімді қарайтынша бір көмек сұрап тұрған көздер болады ғой. Көзінен оқыттым да көмектесші деген. Алып жатқанда ол да мен көзінен оқып қойған болу керек. Таспақханада отқан адамнан не сұрап тұрсың деген жазуда. Жаймен дәптерді алдым, мен қазір шығарып беремін саған, тұра тұр. Фук етіп далаға жүгіріп шықтым да, мектепте математикадан берген мұғалім апай үйіне бардым. Апай, мына інім шығарамай жатыр, мына есепті шығарып беріңізші десем, апай айтады, бұл есепті шығарамаймын қанат мен. Мен әдебиет пәніне ауысып кеткен қазір дейді. Ана есепті шығарамаймын, мен ауысып, ол да әдебиет пәніне ауысып кетті ана жерде. Сосын айттым ініме, мен жақында концерт берем, сен ештеңе уайымдама, залда 1000 адам отырады, солармен қосылып шығарып беремін мен. Уайымдама деп алып кетіп қалдым. Ал мен есеп шығаруға келіп тұрмын осы кезде. Қалтамда міне есеп 4-ші класс оқитын інімнің математика кітабы. Есеп шығарайық. Не есеп берген дейсіздер ғой? Қараңыздар, мен сіздерге оқып берейін. Барлықтарыңыз экранға қарап отырыңыздар ортасында. Мектеп 4-ші А сынып оқушылары. 4-ші А сынып. Класста 4 ақ стол. Тапсырма былай екен, қарап отырыңыздар. Сыныпта 38 оқушы бар. 38 оқушы бар. Олар 3 үйірмеге қатысады. 16 оқушы домбыра үйірмесіне қатысады. 18 оқушы бассейнге барады. 17 оқушы бассейнге 18 оқушы бассейнге барады, енді осыны келтіріп алармын өзім. 38 оқушының үшеуі бір ешқандай үйірмеге қатыспайды. 3 бала бокс пен домбыраға қатысады, 5 бала домбыра мен бассейнге бірден барады, 4 бала бокс пен бассейнге барады. Сұрақ дейді. Қанша бала 3 үйірменің барлығына қатысады дейді. Ал шығарыңыздар. Шығарыңыздар. Бұл сіздерге А пунктіне шыққан пойыз емес бұл. Бұл Әминаның қолындағы алма емес, ойланыңыздар.
миым жетпегесін кеп тұрмын мен. Біз кәдімгідей бұрын ағайын туыстар болатын, басқа жақта жүрген. Солар бұрын жағдайымыз сұрайтын, қазір олар жағдай сұрамайды. Осы есептің жауабын сұрайды қазір бәрі. Банктен осы есепті шығарып жатқанда банктен звондап қалады кейде. Кредиттерін қашан төлейсіңдер деп. Шығарыңыздар, мен айтатын оларға. Кредитті осы аптада төлейміз, бір сіздер есеппен айналысып жүр ғой, есеппен айналысып жүрсіздер ғой. Осы есепті шығарып беріңізші деп сұраймын олардан. Олар ми ашып есеп шығарып беріп жатқан жоқ қой, звондамай қойды тіпті қазір. Шығарыңыздар. Жауабы қанша деп ойлайсыздар? Қанша? Ау. 3 дұрыс деп айтайын десем білмеймін. Былай істейік. Бұның жауабы мен сіздерге айтып берейін. Бұның жауабы 4 алма. Болды. 4 алма. 4 алма деп айтамыз. Өйткені мен ініме звондап айтайын. 4 алма болсын. Әжем айтқан дұрыс шығар, енді көпті көрген адам ғой. Алло. Апош, қалайсың? 4 алма де. 4 алма деп айта бер. Не қыласың, сұраса сұрай берсін. Отсында алма қаяқтан болды деп мұғалімдер ми ашып. Болды, айта бер. Жарайды. Уайымдама. Ой, не қыласың? Немене тасбақаға отырып қалам деп қорқып тұрсың, отыра бер. Ата бабам отқан ол жерде сен. Нормально орын алып қоямын, тасбақаға звондап, отыра бер. Жақсы, сол болды, абай. Болды, осының есебі 4 алма. Енді қарап тұрсаңыздар, құрметті ағайындар, бұл есепті шығару үшін баланың емес, ата-ананың айдаладан ми ашып кетіп жатыр. Мысалға қарап тұрсақ, мен статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, елімізде 11-ші класты бітіргендерден гөрі 9-ші класты бітіріп, колледжге кетіп қалғандар көп екен. Осылардың бәрі ұбт-ның қиын есептерінен қашып жатыр екен осылар. Бір күні көресіздер, осылардың осы 9 бітіріп қашып жатыр ғой, енді 5-ші класс бітіріп қашатын болады олар. Сосын 1-ші классқа бармайын деп тұрады аналар ми ашып. Енді ыңғайы келсе, біздің балдарымыздың миы көтере алатын, балдарымыз шығара алатын есеп берген дұрыс деп ойлаймын. Осы есептің кесірінен мысалы миым ашып кетті. Рахмет.